Қазмұнайгаз ғылыми зерттеу және жобалау институтының негізін қалағанына биыл 50 жыл толып отыр. Жарты ғасырлық тарихы бар ұжымның ел экономикасына негізгі тірегі қара алтынды игеруде қосқан үлесі зор. Заманауи технологияны меңгеріп, тың әдіс қалыптастыра отырып, озық үлгіде қызмет қылу институттың басты ұстанымдары. Үздіксіз дамуды мақсат еткен мекеме қабырғасында мерейтойға орай халықаралық онлайн ғылыми конференция өткізілді. Тақырыпты тілшіміз Қаламқас Аманқосова толықтырады. 1970 жылы ашылған Қазақ мұнай және газ ғылыми зерттеу жобалау институты мұнай-газ кеніштерін игеру технологиялары саласындағы кең ауқымды ғылыми зерттеу және жобалық ізденіс жұмыстары бойынша қызмет атқарады. Институт Қазақстанның, оның ішінде Маңғыстау облысының мұнай-газ өнеркәсібін дамытуда айрықша рөлге ие. Ауқымды зертханалар шоғырланған ғылыми орталық әлемдік озық құрылғылармен ерекшеленеді. Тогда, уважаемые дамы и господа, разрешите мне приветствовать вас всех как участников и гостей нашей конференции, и позвольте открыть международную научную онлайн-конференцию «Актуальные проблемы, перспективы разработки и эксплуатации месторождений высоковязкой нефти», посвященной 50-летию основания нашего института «Казнепи Мұнайгаз». Мерейтой құрметіне онлайн форматта ұйымдастырылған халықаралық ғылыми конференцияға мұнай-газ өндірісін меңгеруде әріптестік қарым-қатынас орнатқан көршілес мемлекеттегі ірі компаниялардың мамандары шақырылды. Сонымен қатар ұзақ жылдар бойы аталмыш саланың дамуына еңбек сіңірген 100-ден аса ардагер мұнайшылар қатысты. Онда мұнай-газ кен орындарын игерудің жаңа тәсілдері мен өндірістегі өзекті мәселелер жайы сөз болды. Күрделі мұнай қабаттарын қиын мұнай өндіру бағытындағы жасалып жатқан үлкен халықаралық деңгейдегі конференция. Бұл конференциямызға 200-200-дің үстінде шетелдерден баяндамашылар қатысып, осы қиын өндірілетін мұнайдың Маңғыстау өлкесіндегі Қаражанбас кен орнындағы мәселелер жөнінде үлкен талқыға салды. Жақсы технологиялар ұсынып жатыр. Бұл мынау Ресейіміз, өзіміздің көршіміз Қытай елдерінен басқа да шетел технологияларын әкелуге дайын екенін бүгін көрсетті. Шарада институттың жарты ғасырлық тарихынан сыр шертіп өткенімен бүгіні зерделенген Қазақ мұнай-газ ғылыми зерттеу және жобалау институтына 50 жыл атты кітаптың да тұсауы кесілді. Қаламқас Аманқосова, Мұқағали Нұрдәулет, Сұңғат Есенов, Ақтау Ньюс.